Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін өтетін оқу қызметіміз қазақ тілі. Тақырыбы ғарыш. Қане балалар, тұрайық, шаттық шеңберін құрайық. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Балалар, айтыңдаршы, бір жылда неше мезгіл бар? Бір жылда 4 мезгіл бар. В году есть 4 сезона. Қане, есімізге түсіріп атайықшы. Давайте назовем их. Қыс мезгілі, зима. Көктем мезгілі, весна. Жаз мезгілі, лето. Күз мезгілі, осень. Ал қазір жылдың қай мезгілі? Какое время года сейчас? Көктем мезгілі екен. Қане қайталаңдаршы. Көктем мезгілі, весна. Балалар, біздің айналамыздағы табиғатты қоршаған орта дейміз. Мы говорим, что природа вокруг нас – это окружающая среда. Қоршаған ортаны қорғауымыз қажет. Надо беречь окружающую среду. Ғарыш әлемінде, космическом мире. Балалар, 12 сәуір ғарышкерлер күні екен. 12 апреля – это день космонавтики. Біздің Қазақстанның ғарышкерлері. Олар, қараңдаршы, бізде бірінші тұрған, ең бірінші тұңғыш ұшқан ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров екен. Первый казахский космонавт Тоқтар Әубәкіров. Ал екінші ұшқан ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев. Второй космонавт Талғат Мұсабаев. Ал үшінші ұшқан ғарышкеріміз балалар, ол Айдын Айымбетов екен. Яғни третий космонавт у нас Айдын Айымбетов. Өте тамаша балалар. Мен сендерге жұмбақ жасырамын. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз, летущие без крылья, сплет без ног. Ойлаңдар, ол не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жауабы зымыран екен. Тамаша. Жазда күзде ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрі бір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласын гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме. Жұмбақ жасырамын. Ал сендер оның шешуін табыңдар. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Летущие без крылья, сплет без ног. Не екен ол? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жауабы зымыран. Зымыран ракета, ғарышкер, космонавт. Балалар, күннің айналасында бірнеше планеталар бар екен. Көрдіңдер ғой, оның өзін ғарыш әлемі дейміз.
вокруг Солнца окружает планеты. Мен сендерге, балалар, тапсырма берейін, қане ойын ойнайықшы. Ал сендер оның шешуін табыңдар. Мамандық иелерін көліктермен сәйкестендіреміз. Соединить профессии с линиями, соответствующей транспортом. Дәрігер. Өте жақсы. Тамаша. Ал енді май қызметкері. Өте тамаша. Үшінші бізде кім? Ғарышкер екен. Тамаша. Дәл сендер де осылай тапты деп ойлаймын. Балалар, мен сендерге үйге тапсырма беремін. Міне жерде бейнеленген зымыранды бояймыз. Раскрас, рисунок, ракеты. Осымен балалар, оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар.